Армысыздар, құрметті тыңдармандар, каналыма қош келдіңіздер. Келесі кезектегі әңгімені тыңдай отырыңыздар. Менің есімім Назар, үйдің тұңғышымын, жасым 14-те. Менен 2 жас кіші Талап деген інім бар. Қыз бен ұлдан біреуден болғасын, әкем де шешем де бетімізден қақпай өсірді. Анам мектепте мұғалім, мінезі өте жуас. Менің сыныбыма бейнелеуден сабақ бергенде сыныптастарым мүлде тыңдамақ түгілі сыйламайтын. Сабақ үстінде жүріп, ойнап, секіріп, бір-бірін қуалап жүретін. Сол үшін қатты ұялып өстім. Мен де анамның жуастығын пайдаланып, айтқанын тыңдамай өстім. Күнде сабаққа деп 300-400 теңге алып кетіп, болмайтын әшекей, сырға, сақина, алқалар мен арзан помада, туш, пудра алуға әуес болдым. Одан қалды, OLX-тен киілген киімдерді сатып алғышпын. Енді қайтемін, анам Айжанар ол да OLX-тен немесе таныстарының қолданып тастаған шифонер, диван дегендерін арзан деп ала беретін. Көрген баққаным сол болғасын шығар. Үйде, шифонерім де жұрттың ескі құсқы затына толы еді. Әкем жоғары білім алмаған, бірақ қолынан келмейтіні жоқ. Жоқтан бар жасайтын шебер. Машинаны да жөндейді, сваркада жасайды, үйді де салады. Сезонмен балық аулауға, тағы сондай жұмыстарға басқа ауылдарға кетіп, үйде апталап болмайтын. Әкем қанжар көп сөйлемейтін өте қатал жан. Інім екеумізді бірдеңе бүлдірсек аямай сабап тастайтын. Анам ортаға түссе қоса ұрады. Бірақ еңбекқорлығы сонша, тиындарын жинап ескі үйді бұзып, 3 жыл дегенде өз қолымен мансард үй салып, ішіне ыстық су, жылы су, канализация бәрін орнатты. Ауылда бұндай условиясы бар үй табу мүмкін емес. Бірақ осы анамыз бен бізді өзі жоқта далада су тасып қиналмасын деп бар жағдайды жасайды. Бірақ жетіспеушілік пе білмедім, үй жаңа болғанмен үйдің кілемдері, кухонный гарнитур, бөлме есіктерінің бәрі 40 жыл бұрынғы заттар еді. OLX-тен алынған. Менде уақыт өте клептомания ауруы пайда болды. Сыныпта қыздар дене шынықтыруға кеткенде сумкалары мен қалталарын қарап, барлық тиындарды ұрлап алатын болдым. Өзімді тоқтату қиын болды. Қалта қарамасам бірдеңе жетпейтіндей тек үйде мама-папаның қалтасына темеймін. Анама еріп қонақтан қалғым келмейді. Ретін тауып қонақтардан сумка не киім қалталарын ақтарып, тиынға қанағаттанбай 5-10 мың ұрлайтын болдым. Ешкімге білдірмей базарға барып қалаған тамағымды жеп, бояу киімдерімді алып жүре бердім. Бір күні нағашы әжемнің үйіне бардық. Барлығы ет тамақ жеп отырғанда жасырынып сумкасын қарадым. Әже базарда картоп сататын еді. Сумкасында ақша салатын кошелегі бар екен. Азғантай тиын мен қағаз ақшалар тұр екен. Ірісі деп 10 мыңды алып, великке мініп үйге қайтып кеттім. Кешкісін мамаға әже звондады. Мен бірдеңе сезіп, қыпылықтап, қалтамдағы ақшамды қайда тығарымды білмей, бөлмеге жүгіріп кеттім. Ізімше келген анам маған: «Назар, әжеңнен ұрлаған ақшаны қазір алдыма қой. Болмаса милиция келеді қазір», деді. Мен милиция дегенді естіп шошып кеттім. Бірақ сыр білдірмей, жоқ мен білмеймін деп өтірік ауыш болдым. «Назар, әжең бүгін азаннан кешке дейін тұрып, картоп сатып тапқан бар ақшасы 10 мың екен. Оған ертең дәрі алады көзіне. Сол ақшасы сумкасынан түсіп қалып, сен тауып алған шығарсың, айтшы» дегенде, «Я, жерден тауып алдым» деді де көрпенің арасына тыққан ақшаны анама бердім. Ол ақшаны алды да жерге тізерлей отырып қатты жылады. «Мен сенбеп едім. Сенің ұры екеніңе ешқашан сенбеп едім. Апайың айтқанда арашалап едім. Не жетпейді саған, айтшы?» деп өкіріп жылады. Анамның бұлай жылағанын бірінші рет көрген мен шошып кеттім де анамды құшақтап: «Мама, кешірші, енді қайталамаймын, ұрламаймын, ант етем, тек әкем білмесінші» деп жалбарындым. Анамды қатты аядым. Сонымен анам екеуміз татуласып, әженің үйіне барып, мен кешірім сұрадым. Содан кейін барынша өзімді тежеп, ұрламауға тырысып, өзімді тәрбиелей бастадым.
Әр нәрсеге қызыққыш мені енді жігіттер қызықтыра бастады. Жақын жүріп сөйлесіп араласқым келетін. Кәріс киноларында қызға деген қамқорлық көрсететін жігіттерге тойып алған мен сондай жігіт болса деп армандап, барлық ұлдар не сұраса соны тауып беріп жақсы көрінгім келді. 100 теңге берші деп мені тегін кошелек көретін сыныптастарыма ақша тауып беру үшін арасында ұрлайтынымды қоя алмадым. Олар болса менен алған ақшаға сыныптағы ең әдемі Зоя, Алина деген қыздарға шоколад әкеп беретін. Сосын мен сыныптас емес басқа сыныптан жігіт іздей бастадым. Олардың физикадан басқа 45-ші мектептің білімді мұғаліміне репетиторлыққа барып жүргенін біліп, мен де анама барып қылқылдап сұрадым. Мама, ұбт-ға 10-шы сыныптан бастап дайындала берейін. Күшті физиканың мұғалімі бар екен. Соған адам толып қалса оқытпайды екен. Мен тез барайыншы деп бар өтірігімді құрап, еш пәнге қызығушылығым болмаса да жігіт үшін солай анамды көндіріп, репетиторлыққа баруды бастадым. Аптасына 3 мәрте 2 реттен қатынап бірге дайындалып жүрген 6 жігіт 2 қызбен жақын араласып кеттім. Сол жігіттің ішінде Рома деген ұзын бойлы жігіт маған бір көргеннен ұнады. Соның қасына отырып, өтірік сызылып, телефон номерін де өзім сұрап алдым. WhatsApp-ына өтірік түсінбеген жерімді сұрап жаза беретін болдым. Ол да кетер емес сияқты. Бір күні Рома маған сенбі күні де жиналайық бәріміз табиғатқа шығып серуендейік деді. Осындай ұсыныс күтіп жүрген мен қуана келістім. Үстіме әдемі киімдерімді дайындап, ертеңгі күнге анама тағы өтірік айтып сұрандым. Ауыл паркіне жеткенім сол Ромада ағасының көлігімен келді. Ішінде тағы бір үлкендеу 30-дардағы аға бар екен. Братуха ғой, кел отыр деп артына отырып алдым. Қыздар шықпай ма дебем, қазір соғамыз, шығады деп айтты. Музыка қосшы дедім. Рома музыканы қосып дүкенге соғып маған макси чай мен шоколад әкеп берді. Рахмет деп сыйлыққа қуанған мен 5 жылдық шөлден келгендей макси шайды тауысып ішіп, шоколадты да жеп қойдым. Бір кезде басым мең-зең боп музыка дауысы күңгірлеп, құлағыма алыстан келе бастады. Көзім қарауытып, өзімді игере алмай қалдым. Рома деп қолымды соза бергенде қолым салп етіп түсіп кете барды. Маған не болды деп артқы орындыққа еріксіз құладым. Ол қасындағы аға екеуі маған қарады да тістері ақсиып күлді. Сөйтіп машинаны жүйткітіп айдады. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Таудың етегі айдалаға тоқтағаны есімде. Брат, өзің бастайсың ба? Деді Рома. Браты басын изегесін Рома есікті ашып көліктен шығып кетті. Мен не боларын сезіп жатырмын, бірақ қарсыласар дәрменім жоқ. Қара дәу артқы есікті ашып, мені мойнымнан ұстап көтеріп, әрер бұрышқа итерді де етегімді ашып, трусиімді шешіп, аш қасқырдай аузынан су ағып, шалбарын түсіріп жіберді. Мен аға тимеңізші деп тілім күрметіліп зорға айттым. Көзі жайнаған ол мені қайтсын, қозыға атылған бөрідей қақиған сайманын күштеп менің астыма тығып жібергенде, мен ауырғанына шыдамай шыңғырып жібердім. Ол болса ұхлеп ақылап, көзін жұмып рақаттанып менің тіземді бүгіп, ары-бері итере берді. Төсімді мұжып, бұзылған тесік моншақсың сен енді, ешкім тақпаса өзім тағам сені, жаным. Ақмоншағым деп ыңырсып, өз кайфы өзінде қуып бірдеңелерді айтты. Мен ауырғаннан әрі ішкен дәрінің әсерінен ештеңе сезе алмадым. Бір кезде тырсиған сайманын шығарып бетіме ағызып жіберді де, көйлегімнің етегіне шашыраған ұрығын сүртіп шығып кетті. Менің есімде қимылым жайлап келе бастады. Тұра беріп ем алдымнан шыққан қаныпезер Рома қайда деп маңдайымнан итеріп, қайтадан көлікке жатқызып, менің қарсыласқаныма қарамай, өтірік ұялмашы, сені қыз дейді ғой, әлде тіктіріп алдың ба, қане көрейін деп ол да ойындағысын жүзеге асырды. Мен жігіт дегеннің мен ойлағандай керемет емес, хайуаннан бетер болатынын енді түсіндім. Бірақ бәрі кеш еді, себебі мен жеңілдектігімнен абыройымнан айырылдым. Зорландым.
Ісін тындырғасын ол маған бұйырып тұр кейін деді. Мен тез-тез іш киімімді киіп алдым. Айнаға қара деді. Көліктің алдыңғы айнасына қарап ем, өзіңді көрші, сұлумын деп санайсың ба өзіңді? Сары мысықтан сәл әдемісін болды. Өзің кеп жабыстың, саған ответ осы. Аузыңнан шығады екен, әке шешеңнің позорын шашам. Сені тірідей көмеді олар, шындықты білсе деді. Мен балалығым болар, деп жұмған аузымды ешкімге ашпай үйге кеп жата қалдым. Солай мен 15 жасымда қыздығымнан айырылдым. Шешем де не болды демейді, менің жайымнан бәрі хабарсыз қалды. Тек енді репетиторға бармаймын дедім. Астым ауырғаны сонша талтаңдап жүре алмай қалдым. Орны жазылғанша бір ай өтті. 11 сыныпқа ауылда қалғым келмей, 10 сыныптан соң қалаға оқуға түсем дедім. Әкем қатал, нағашы әпкеммен сөйлесіп сол кісінің үйіне жаттым. Оқуға ақылы бөлімге түстім. Нағашы әпкем Айшаның Ажар деген 28-дегі бойдақ қызы екеуі тұратын. Мені қатты қара деп Айша апаға әке шешем тапсырыпты. Сонымен қатаң қадағалауда жүрдім. Ауылдағы зорлықты ұмыта бастадым. Инстаграмнан, ВКонтактыдан әдемі жігіттермен таныса бердім. Білмеймін, неге жігітке құмар екенімді. Жақсы бір жігіт тауып, соған күйеуге шықсам деген тілек еді менде. Солай Арман деген бір жігітпен таныстым. Мен медколледжде 1-ші курс, ол политехта 3-ші курс еді. Маған сені жақсы көрем, мамамен таныстырам сені, сосын үйленеміз деп 1 апта жүрген соң үйіне апарды. Үйінде ешкім жоқ екен. Мені кіре сала құшақтап, спальняға жатқызып, аймалап сүйіп, естен тандырды. Сен қыз емес сияқтысың деді. Неге дебем, бөксең болып жүрген әйелдің бөксесіндей домаланып кеткен деп тұр. Мен жылап зорланғанымды айтып беріп, ол мені жұбатып, құшақтап, екеуміз өз еркімізбен жыныстық қатынасқа түстік. Бірінші рет төсек рахатын сезініп, ерекше ләззат алдым. Тұрғасын қарным ашты, тамақ істеші деп, жігітімнің еркелігі үшін тамақ істедім, екеуміз тамақ жеп алдық. Тамақ үстінде айттым, мен күйеуге шыққым келеді саған. Үйде отырып қалған кәрі тәтем бар, жасы 28-де, сол құсап отырып қалғым келмейді. Мамам да теңіңді тапсаң отырмай кете бер деп отыр деп асықпайықшы деді. Басыма үйінен орамал әкеп басыңа тақшы, келіншегімсің ғой, болашақ деді. Басыма тағып айнаға қарап, мәз боп тұрған ем, артымнан жалаңаш денесімен құшақтап фотоға түсірші деді. Фотоға түсіріп группаластарының чатына осы фотоны сал да мені алып қашты деп жазшы, реакциясын көрейік деді. Мен де артық ойланбай айтқанын жасадым. Бір кезде группаластар ойы алып қаша салып уже басталып кеткен ба деген смс-тер келе бастады. Мен дұрыс істемегенімді біліп, суретті өшіріп бәрін ойын деп жаздым. Артынша кураторым звондап, сабақ уақытында қайда жүрсің, тез кел деп айғайлап звондады. Мен дереу киініп, маршрутқа мініп колледжге жеттім. Аудиторияға кірсем, барлық группаластар «Оу, иху» деп мазақтар күліп тұр. Кураторды тауып алып, бос аудиторияға бардық. Қазір тәтең келеді деді. Мен шошып кеттім. Артымша 28-дегі Ажар тәтем келді. Не болғанын бәрін кураторым тәтеме айтты. Фотоны да көрсетті. Күнде сабақтан қашып кетеді. Жігітіне үнемі ақша береді деп те айтты. Ұялып кеткен тәтем қып-қызыл болып куратордан мен үшін кешірім сұрады. Оңаша сөйлесейік дегесін куратор аудиториядан шығып кетті. Жігітпен араңда не болды? Ештеңе болмады дедім. Алдама, ол жалаңаш тұр. Қайда бардың, квартирама? Жоқ, өз үйі, мамасымен таныстырды. Араңда точно ештеңе болмады ма? Рас айтам деп актрисалық қабілетімді көрсетіп жыладым. Жүр онда гинекологқа барамыз дегенде мен шындықты мойындамасқа амалым болмады. Зорланғанымды айттым. Әпкем Арманның номерін алып звондап ұрысты.
Сен неге кәмелетке толмаған қызбен жақын қатынаста боласың? Біз еркімізбен болдық, әрі ол қыз емес. Маған дейін нешеуімен болғанын тауып ал бірінші дегенде, әпкем қатты ашуланып, сотқа берем сені деді. Кәрі қыз, отыра бермей байға шық, бір жерің қышымай деп арман кекетіп тастап жіберді. Ашулы ажар сотқа барам деп еді, мен жалбарынып тоқтаттым. Арыз жазсаңыз ауылдың бәрі біліп у-шу болады, әке-шешем жер болады деп жылап әйтеуір көндірдім. Содан кейін 2 жылдай жігітпен кездессем де сездірмей уақыт өте берді. Мен сөйлескен жігіттің бәріне сеніп беріп қоя бердім. Алып қашам, саған үйленем деген жігіттер сол алып кетем деген күні телефондарын алмай тастап кете берді. Мен орташа стреске түсіп, қайта өмірімді жалғастыра бердім. Қарашада 18-ге толған кезімде уф деп тордан құтылғандай қуандым. Ауылға барар алдын инстадан Еділ деген баламен танысып сөйлестім. Үйінің жалғызы, әже қолында өскен, тұрақты жұмысы жоқ 23-тегі жігіт екен. Мен ештеңесіне қарамадым. Ауылға барам, алып қашасың ба дедім. Ол иә деді. Мені алып кетсе болды деп, сол күні ауылдан қора жаққа шығып ем, ол да келе қойды. Сонымен бірінші рет кездесуде жұбайымды тікелей көріп, сол кезде бірден алып қашты. 60 жыл бұрынғы лашыққа ұқсас ескі там екен. Үйінің ауласы да бұрынғы қамыстармен ебедейсіз қоршалған екен. Машинадан түсе сала мені 2 жағымнан ұстап әкететін жеңгені күтпей өзім жетіп барыппын. Бетіме орамал таққан, белі бүкшиген 70-тегі үлкен енеме қазіргі таңда 2 немере сыйладым. Күйеуім де қыз болмай келгенімді бетіме басқан жоқ. Бастысы түнде риза қылып жүрмін. Менің өмірім осылай. Ақыры күйеуге ерте шығып, арманым орындалды. Оқуымды аяқтамай, күйеуге тиіп ем, 1 жылым қалып еді. Әке-шешем сол жылдың оқу ақысын төлеп, бітіріп дипломын алып берді. Қазіргі таңда енемнің пенсиясы мен күйеуімнің қара жұмыс істеп тапқанына күнелтіп отырған жайымыз бар. Бірақ мен бақыттымын, себебі менің арқа сүйер қорғаным бар. Жас қыздарға айтарым, мен қателескен жолдардан сүрінбеңдер. Еш жігітке сенбеңдер. Ата-ананың айтқанын тыңдап, жеңілтектікке салынбаңдар дегім келеді.